Ассаламалейкум. Бүгін осындай бисквитті жинауды үйренетін боламыз. Ол үшін бисквитімізді шетінен ақырын осылайынан кесіп аламыз. Ортасына дейін жеткізбей кесесіздер жартылай. Осылайынан өлшеп кесіп аласыздар, ортасына жеткізбей. Одан кейін барлық жерін домалатып кесіп алғаннан кейін барып, ортасынан видеодағындай кесесіздер. Осындай ұзын пышақ керек болады. Пропиткасын щеткамен осылайынан жағып аласыздар, құрғақ болып қалмас үшін бұл бисквитіміздің. Одан кейін үстінен осылайынан кремді жағып шығасыздар. Кремді жағып болғаннан кейін бетінен түзеп, ацетатный пленкой и және де сыртынан осындай форма керек болады. Оны кондитерский магазиннен сатып аласыздар, және бұл торттарыңызды түзу ұстап тұруды сақтайды. Шешкен кезде түзу болып тұрады торттарыңыз. Одан кейін барлығы жаңағы үшке бөлінген бисквитімізді осылайынан жинап аламыз. Кремменен әр салған бисквитімізді осылайынан пропиткамен жағып шығамыз, щеткамен. Одан кейін үстіне крем жағамыз. Біркелкі қылып жағуымыз қажет болады. Өйткені жаңа түзеген кезде сіздердің торттарыңыз біркелкі болып тұру үшін бетін жауып осылайынан холодильникке бір түнге қоямыз. Менде бір түн тұрды. Енді алып ацетатный пленканы бірінші алмас бұрын ыстық тряпкамен бүйтіп басып аласыздар, одан кейін барып шешесіздер, а то барлығы бүйтіп жылынып кетуі мүмкін. Бисквиттің үстін осылайынан дұрыстап алғаннан кейін біркелкі қылып аламыз. Одан кейін барып жаңағы үстінен крошкаларымызды салдым. Осылайынан біркелкі қылып барлығын жасауға тырысамыз. Сіздер басқа да декор жасауларыңызға болады. Мен осылайынан жасауды ұйғардым. Осылайынан декорымызды жасап, одан кейін бетін тегістедім. Тегістегеннен кейін барып жаңағы виноград деді ғой, жүзімімізді осылайынан салып әсемдедім. Сіздер басқа да нәрсе қойсаңыздар да болады. Мен осылайынан виноградпен қойдым. Виноградымызды әдемілеп, әсемдеп қоямыз. Өте дәмді болып шығады. Дайындап көріңіздер. Тез және оңай жасалатын бисквит. Видеоға лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.